Республикалық ауыл партиясымен бірлесіп қолға алынған Аграрлы Қазақстан хабарының кезекті санында Ұлы Жібек жол бойында орналасқан табиғаты ерекше Төле би ауданы туралы айтатын боламыз. Шыңнан қар кетпейтін Тянь-Шань тауларының өркештеліп өрілген сілемдеріне созылып жатқан Төле би ауданы Түркістан облысының туризм саласындағы мақтанышы. Бастауын тау шыңдарынан алатын Ақсу мен Сайрамсу, Бадам өзендерінің аңғарлары экстремалды туризмнің дамуына негіз болмақ. Табиғат ананың берген қайталанбас осындай көріністері аудан әлеуетін дәл осы сала арқылы қалыптасуына көп көмегін тигізіп келеді. Төле бидің табиғаты әсем туризмнен бөлек дәмі тілі үйретін Дихангөлдің қымызы мен Ленгірдің балмұздағы бал қаймағы мен жеміс жидектері ауданның брендіне айналған. Ал бір көлік пен тау самалы демалыс аймағы бөлек әңгіме. Бүгінгі хабарымызда шыбық шаншысаң шынар шығатын ауданның экономикалық әлеуетіне тоқталып өтетін боламыз. Төле би ауданында 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемі 62 миллиард 166 миллион теңгені құрады. Нақты көлем индексі 107,7%-ға жеткен. 137,7 миллиард теңгенің өңірлік өнім өндірілді. Ауданның негізгі капиталына 35,3 миллиард теңге инвестиция тартылған. Ауданның инвестициялық әлеуетін көтеру мақсатында Келтас ауылдық округінен 14 гектар жерге шағын өндірістік парк салынбақ. Онда 20 миллиард теңгені құрайтын 5 ірі жобаны іске асыру көзделген. Жан басына шаққандағы ішкі өнім деп айтамыз, бұл да бізде 6%-ның көлемінде өсім көрсетіп отыр. Енді кіріс бөлігіне келетін болсақ, ауданның жоспарымыз жалпы 3,7 миллиард болатын. Енді оны біз қазір 1,2 миллиардқа артық орындап отырмыз. Аудан әкімі халықпен тығыз байланысты жұмыс істеп, ауданда жаңа өндіріс орындарын ашуға, тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету, инвестициялар мен озық технологиялар тартып, өндірілетін өнім көлемін арттыру бойынша жұмыстарды жүргізіп келеді. Ең алдымен аудан тұрғындарына барынша қолайлы тұрмыстық жағдайлар жасап, ауыл елді мекендерді жайлы, қауіпсіз, таза әрі көрікті аумаққа айналдыру бағытында ілкімді істер атқарып келеді. Осы мақсатта бірінші кезекте тұрғындарды баспанамен қамту мақсатында былтыр 120 пәтерлі 2 үй пайдалануға берілген. Биыл 157 пәтерлік 3 тұрғын үй салынып, ол қараша айында тапсырылады. Жыл соңында тағы 48 пәтерлі 2 тұрғын үй берілмек. Келесі жылы 200 пәтер салынбақ. Қазақ битум процессинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудандағы ең ірі инвестициялық жобалардың бірі болып табылады. Кәсіпорын автокөлік жолдарына арналған битум өнімдерін өндіреді. Зауыт тәулігіне 1000 тонна, жылына 300 мың тонна битум шығарады. Дайын өнімдер еліміздің барлық өңірлерімен қатар көршілес Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдеріне жеткізіледі. Ауданда бұдан бөлек тағы 3 бірдей ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асырып жатыр. Соның бірі Ленгір қаласындағы Қазпласт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тігін фабрикасы. Құны 1,5 миллиард теңгені құрайтын кәсіпорын 90 мың дана қысқа арнайы жұмыс киімдерін тігеді. Қаратөбе ауылдық округі Төңкеріс елді мекеніндегі Балдыберек өзенінің бойынан құны 2,5 миллиард теңгелік қуаттылығы 3,2 мегаватт сағаттық Тау энерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шағын ГЭС электр станциясының құрылысы жүріп жатыр. Үшінші жоба Жоғарғы Ақсу ауылдық округі Сарқырама елді мекенінің тұсындағы Ақсу өзені жағасындағы 2 мегаваттық Жасыл қуат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шағын гидроэлектр станциясының құрылысы болады. Бұдан бөлек Шымкент қаласымен шектес жатқан Келтас ауылдық округінен жалпы аумағы 100 гектар жерге индустриалды аймақ құру бойынша да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ленгір балмұздағы Төле би брендінің бірі. 1 мамыр ауылында орналасқан балмұздақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің балмұздақ цехы 1998 жылдан бері жұмыс істейді. 2012 жылдың шілде айынан бастап өңірлер кәсіпкерлігін қолдау картасына енгізілді. 38 жылдық тарихы бар кәсіпорын соңғы үлгідегі заманауи құрылғылармен жабдықталған. Цехта негізінен жылына 3000 тонна балмұздақ,
15 тонна түшпара, 400 тонна шоколад өнімдерін өндіреді. Дайын өнімді еліміздің барлық өңірлеріне, сонымен бірге көршілес Өзбекстан, Ресей нарығына тасымалдайды. 160 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Орташа жалақы көлемі 150 мың теңгені құрап отыр. 150-ден астам балмұздақтың түрін шығарамыз. Одан аса полуфабрикаттарымыз бар. Қатпарлы қамыр, кесілген, кесілмеген, үй бекелері үшін дайын өнім, үй түшпарасы бар, варениктер бар. Одан басқа біздің 14 түрлі конфетіміз бар. Төле би ауданындағы тағы бір ірі компаниялардың бірі Foodmaster компаниясы. Компания сүт өнімдерін бүгінде елімізде ғана емес, көршілес шет елдерде де сұранысқа ие. Көксаяқ ауылында орналасқан серіктестік тәулігіне 100 тоннаға жуық сүтті қайта өңдейді. Одан 68 тонна дайын өнім шығарады. Қышқыл сүт өнімдері, айрандар, қаймақ, биоайран, биоэс иммунитетті өнімдерін еліміздің барлық өңірлеріне тасымалдайды. Кәсіпорын заманауи құрылғылармен жабдықталған. Зауыт толықтай автоматты жүйемен жұмыс істейді. Дегустациядан өткен өнім ғана өндіріске жіберіледі. 130 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Компания 1998 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Серіктестіктің сүт өңдеу зауыты модернизациялау жобасымен өңірлік индустриалды инновациялық даму бағдарламасына енгізілді. Сапаға үлкен мән беріледі. Сапалы шикізаттан сапалы өнім шығады дейді технологтар. Ашқанда міндетті түрде оның консистенциясын қараймыз. Ол сұйық па, не болмаса қою ма, және де мочка бар ма, және оның жоқтығын міндетті түрде тексеретін боламыз. Идеально. Төле би ауданының дәмі бал татыған қымызы ұлттық брендке айналды. Әсіресе Дихангөл қымызын білмейтін жан жоқ шығар сірә. Берекені көктен емес, еткен еңбегінен тілеген төле билік ауыл шаруашылық еңбеккерлері 2025 жылдың 9 айында 39,1 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Оның 21,1 миллиарды 4 түлігін өрізген малшыларға тиесілі. Таулы ауданда мал шаруашылығымен қатар егіншілік те дамыған. Ауданда 2025 жылы егілген егіс көлемі 62,2 мың гектарды құрады. Тау бөктеріне жұрт бидай, мақсары, арпа мен жоңышқасында егіп алады. Ауыл шаруашылық саласында 2025 жылы құны 5,9 миллиард теңгені құрайтын 4 ірі инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. Оның ішінде жеміс-жидек өңдеу цехы мен тауарлы сүт фермасы және мал бордақылау алаңы мен балық шаруашылығы бар. Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына тартылған инвестиция көлемі 4 миллиардқа жуықтап, көрсеткіш 60%-ды құрады. Биыл 116 техника алу жоспарланса, 8 айда 84 ауыл шаруашылығы техникасы алынған. Кәсіпкерлік саласында 2025 жылдың 9 айындағы статистикалық мәліметтерге сәйкес, ауданда тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 11,066 бірлікті құрап отыр. Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс жасап тұрған субъектілерінің үлесі 97%-ды құрайды. Кәсіпкерлік сала бойынша 14,898 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бүгінгі басты міндеті жаңа кәсіпорындар ашу, жұмыс орындарын құру, ауданға инвестиция тарту. Өнеркәсіп саласында 2025 жылдың 9 айында 62 миллиард 166,4 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 107,7%-ды құрады. Өнеркәсіп саласының 92,3% үлесін өңдеу өнеркәсібі құрайды. Бұл салада 2025 жылдың 9 айында 57 миллиард 384 миллион теңгеден астам өнім өндіріліп, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өндірілген өнімнің нақты көлем индексі 106,9%-ды құрады. Аудан тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында инфрақұрылым саласында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Төле би ауданында жалпы бір қала 54 елді мекен толық 100% газбен қамтылған. 122,214 тұрғын, яғни 22,345 абонент газға қол жеткізді. Газ құбырларының жалпы ұзындығы 1,151 шақырымды құрайды.
13 ауылдық округтегі 55 ауылдың барлығы орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтылған. Жалпы аудан аумағында 1100 шақырымды құрайтын 552 автомобиль жолдары бар. 2025 жылы ауыл ел бесігі жобасы аясында Қырғыз көшеге 470 миллион теңге және жергілікті бюджеттен 425 миллион теңге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Аудандық маңызы бар 3 жолдың 12 шақырымын орта жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 500 миллион теңге қарастырылды. Ханарық елді мекеніндегі Балдыберек өзені арқылы өтетін көпірді күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Аудандағы 3 көпірді және 2 жаяу жүргіншілер көпірін күрделі жөндеу үшін аудан бюджетінен 19,8 миллион теңге қарастырылып, жобалық сметалық құжаттама әзірленген. Елімізде кәсіптік техникалық білім беретін 700-ден астам колледж болса, оның басым бөлігі Түркістан облысында орналасқан. Ауданда кәсіптік білім беретін 2 бірдей колледж бар. Соның бірі Түркістан көп салалы колледжі. Онда 600-ден астам студент оқып жатыр. Тәлімгерлер дуалды оқыту жүйесі бойынша өндіріс орындары мен түрлі дәмханаларда білімдерін тәжірибемен ұштастырып отырады. Колледждің өзіне тиесілі жер телімі бар. Шәкірттер сонда өздері егін егіп, шаруашылықтың қыр-сырын қатар үйреніп жүр. Аспазшылар білім ұясы жанындағы шеберханада дәмі тіл үйретін тағамдарды өздері даярлайды. Оларға қажетті құрал жабдықтардың барлығы алынған. Жұмысшы мамандықтар жылына орай жаңа мамандықтар ашуда жоспарланып отыр. Төле би ауданында жалпы 69 білім беру мекемесі жұмыс істейді. Оның ішінде 66-сы мемлекеттік, 2-і жекеменшік мектеп. Ал жалпы 29713 оқушыға 3617 білікті ұстаз тағылым тәрбие сапалы білім беруде. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында республика бойынша 217 жаңа мектеп салу жоспарланса, соның 3-і ауданда орналасқан. Биыл пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Дәлірек айтқанда, Достық елді мекеніндегі 9 орындық білім ошағы пайдалануға берілді. Сонымен бірге ауыл ел бесігі бағдарлама аясында 2 мектеп күрделі жөндеуден өтті. Мектептерді жаңғырту бағдарламасы аясында 2 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 7 мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Түркістан облысы өзге өңірлермен салыстырғанда жазы аптапты ыстық, қысы қысқа келеді. Сондықтан да өңірде жазғы демалыс орындар көптеп кездеседі. Ал тау бөктерлей орналасқан Төле би ауданының тұмса табиғаты мүлдем бөлек. Шатқалдардан сыбырлай соққан салқын самал жел етекте аптапты ыстыққа тұншыққан халықтың бір сәт таза ауамен тыныстауына мүмкіндік береді. Батыс Тянь-Шань тауының етегінде демалыс аймақтарының қатары жылдан жылға артып келеді. Бүгінде мұнда ене шаншар артық жер жоқ. Ауданда 254 нысан туризм саласында қызмет көрсетеді. 2025 жылдың 8 айында ауданға 23400 демалушы келіп, 892 миллион теңгенің қызметі көрсетілген. Туризм саласына 8 айда 1,8 миллиард теңге инвестиция тартылып, былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 105%-ды құрады. 2025 жылы жалпы құны 2,7 миллиард теңгені құрайтын 8 туристік нысандарды іске қосып, 118 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Төле би аудандағы жалпы бір жер қасиетті саналса, бір жері жабайы аңдармен тамсандырады. Ал бірі тау өрмелеушілеріне таптырмас орын, яғни экстремалды туризмнің отаны деуге болады. Аудан таулы аймақта болғандықтан туризм саласы экономиканың негізгі драйверіне айналды. Қысы тым қысқа келетін өңірде қысқы туризмге де көп көңіл бөлінген. Тау самалы шатқалынан Алатау тау шаңғы базасы салынды. Шаңғы жолының ұзындығы 1300 метр. Бір мезетте 1000-нан астам адамды қабылдауға мүмкіндігі бар. Төле би ауданына қарасты тау бөктеріндегі Сайрамсу, Мыңшейіт, Кеңесарық, Қасқасу, Кереге-тас, Дихан-көл, Нысанбек, Біркөлік, Төңкеріс, Қаратөбе, Майбұлақ елді мекендерінің маңайында көне қалашықтар, қорған, тарихи ескерткіштер, қарауыл төбе орындары аз емес. Сайрам өзенінің оң жағалауындағы Қарасораның іргесінде Есім хан ордасының жұрты бар. Барлық қазақ хандарының ішінде Есім ханның алатын орны ерекше. Өйткені ол хандықтың аумақтық тұтастығын кеңейтіп, Түркістанды түгел билеген, орталық билікті күшейтіп, 47 жыл бойы, яғни 1598 жылдан бастап 1645 жылға дейін қазақ пен қырғызды бөлмей, бір шаңырақ, бір тудың саясында ұстаған.
қазіргі Қазақстан территориясының негізін қалыптастырған. Орта Азияның геосаясатына үлкен өзгеріс енгізген ірі тұлға. Сондықтан ел арасында хан төресі Есім хан, би төресі Төле би деген аталы сөз айтылады. Сондықтан да ауданда туризм қызметі жыл 12 ай тоқтамайды.